Ассаламу алейкум оқырмандарым. Бүгін біз ірімшікті пончиктер жасаймыз. Бұл үшін бізге сүзбе, ірімшік, ұн, жұмыртқа, қопсытқыш және күнжіт қажет. Алдымен ірімшікті үкіштен өткізіп аламыз. Ыдысымызға жұмыртқа, қопсытқыш және тұзды салып, біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Массамыз дайын болғаннан кейін сүзбені, ірімшікті және ұнды қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Осымен қамырымыз дайын болады. Қамырымыздың шетінен үзіп алып, видеода көрсетілгендей формада пончиктерімізді жасап шығамыз. Дайын болған пончиктерімізді противень төселген пергамент қағазының үстіне қойып, бетіне жұмыртқа жағып, үстіне күнжітімізді себеміз. 180-200 градус қызған пешімізде шамамен 25-30 минут пісіріп аламыз. Осымен пончиктеріміз дайын, өте ерекше дәмді әрі жұмсақ болып шығады. Барлықтарыңызға ас болсын.